Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Мен жекеме өте көптеген сұрақтар келіп жатыр. Хирургтар өтімдегі тасты алып таста деп жатыр, операцияға барайын деп жатырмын. Не істейін, операция істетейін ба, істетпей ақ қояйын ба деген сияқты өте көп сұрақтар келіп жатыр. Бүгін осы видеода мен осы сұрақтың жауабын беретін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Бәріміз білеміз, міне біздің өт қалтамыз. Енді осы өт қалтамызда егер тас пайда болатын болса, бұны алдырып тастаймыз ба, алдырып тастамаймыз ба? Бұл жерде екі зат бар. Егер де сіздің өт қалтаңыз қайта-қайта приступ беріп жатқан болса, ол біріншісі, приступ беруі. Содан кейін температураңыз көтеріліп жатса, интоксикация басталып жатса, тамақты мүлдем қорыта алмайтын болсаңыз, өйткені мысалға маған бүгін личкаға жазды, бір кісі айтады да, өтімде тас бар дейді, постоянно менде запор, ішім жүрмейді, апталап туалетке бара алмаймын дейді. Содан кейін тамақты мүлдем қорыта алмаймын дейді. Міне осындай жағдайлар болса, содан кейін өте жайсыздық тамақтан кейін, тяжесть желудка деп айтады ғой. И жалпы өміріңізге сіздің зиян келтіріп жатқан болса, качество жизни деп айтады ғой мынау. Өміріңізге қатты әсерін тигізіп жатқан болса, осы өтіңіздегі тас, онда бұндай кездерде тасты алып тастаған дұрыс. То есть өтіңізді полный операциямен алдырып тастаған дұрыс. Өйткені егерде осы жағдайларды игнорировать ететін болсаңыз, мынау сіздің желчный пузыріңіз, өт қалтасы деп айтады ғой. Осы өт қалтасымен түрлі жаман заттар болуы мүмкін. Мысалға, өт қалтасы жарылып кетуі мүмкін. Білесіздер ғой, жарылып кетсе не болатынын? Жарылып кететін болса, бүткіл жаңағы өт қалтасының содержимойы, соның бәрі ағзаға тарайды, содан кейін инфекциялар, сепсистар, перитониттер басталып кетеді. Сол себепті егер приступ беріп жатыр, тамақты қорыта алмай жатсыз, қиналып жатсыз, постоянно приступпен больницаға түсіп жатсыз, хирургтар алдырт деп жатыр, осындай жағдайларда өт қалтасын алдырып тастайсыздар. Басқа өкінішке орай ешқандай вариант жоқ. Ал енді екінші варианты бар. Екінші варианты. Бұл жерде былай, ешқандай сізде симптомдар жоқ, ешқандай өтіңізден проблема жоқ, бірақ тас бар. Бір или екі штук тас бар. Мысалға, приступ бермейсіз, ешқандай приступ болмайды сізде, тамағыңызда нормально күндегідей қорытасыз, запорыңыз жоқ, ешқандай жайсыз сезім жоқ сізде, және де сіздің качество жизни деп айтады ғой, өміріңізге зиянын келтіріп жатқан жоқ. Егер де осындай жағдай болатын болса, онда тасты ерітуге кірісу керек. Тасты қалай ерітеміз дейтін болсаңыз, мына мен видеом шықты төбеде, соған басып көрсеңіз болады. Ал мен дәл жалғастырып айта берейін. Тасты ерітіп бастаймыз. Енді тасты еруінің шарттары бар. Қазір мен айтатын заттың бәрін естеріңізге жақсылап сақтап, болмаса жазып алыңыздар, өйткені қазір өте маңызды айтамын. Қараңыздар. Тастың еру үшін өзінің шарттары бар. Бірінші шарты, тасыңыздың уақыты, пайда болған уақыты 5 жылдан аспау керек. Егер де тасыңызға 5 жыл болып кеткен болса, ол тастың еруі қиындайды. Ол біріншісі. Екіншісі, тасыңыздың көлемі 25, болмаса 30 миллиметрден аспау керек. Ол қанша дегеніміз, ол сантиметрден айтатын болсақ, 2,5 немесе 3 сантиметрден көп болмау керек тасыңыз. Өзіңіз қараңызшы, міне кәдімгі сантиметр, 3 сантиметр дегеніміз, міне 3 сантиметр көріп тұрсыздар ғой, міне осыншама сонда үлкен тас сіздерде. Ойлаңызшы, ойлап қараңыз. Қалай өтке сияды мынау? Бұндай тастар көбінесе ерімейді. Ал егер 1,5 сантиметр, болмаса 1 сантиметр болатын болса, және де өт қалтасында, мына көріп тұрғандарыңызда, міне өт қалтасында осындай біреу или екеу болатын болса, бұны ерітуге болады. 2,5-3 сантиметрге дейінгі тастарды
жайменен ерітуге болады. Мына көбінесе адамдарда бірінші рет тас пайда болған кезде оларда ешқандай симптом болмауы мүмкін. Бірақ көбінесе мынау 50% адамдарда оң жақ қабырға астылары ауырып бастайды. Сол ең бірінші симптом болып табылады тас пайда болуы. Егер мазалап жүрген болса, онда міндетті түрде УЗИ жасатыңыз, УЗИға түсіңіз. Ал енді үшінші шарты қандай? Сіздер 1 ай бойы мен берген леченияны қабылдайсыздар. Егер де тасыңыздың структурасы билирубиновый болса, ол тас еш уақытта ерімейді. Егер холестериновый тип болатын болса, ол тас ериді. Осы жерде жақсы жаңалығым бар. 95% тас біздің ағзамыздағы жаңағы өт қалтасында пайда болатын бұл холестериновый типтағы тастар көбінесе. Ол өте жақсы жаңалық, өте жақсы деген сөз. Бірақтан менікі холестериновый екен ғой деп жүре беруіңіз де болмайды. Өйткені билирубиновый тастарда шығып қалады. Егер билирубиновый тас болып, билирубин тас бола тұра, размерлері кішкентай болса, там 1-2 штук болатын болса, бұның өзі ерімейді. Өйткені оның структурасы мүлдем басқа. Ал қазіргі жаңадан шыққан терапиядағы препараттар, бұлар тек қана холестериновый типтағы жаңағы өттегі тасты ғана еріте алады, холестериновый типтағыларды. Ал енді сонда қалай болады? Мысалға, маған онлайн консультацияға жазылдыңыздар. 1 ай бойы мен берген дәрілерді ішесіздер. 1 айдан кейін повторно УЗИға жіберемін. УЗИға түсесіздер, қайттан маған жібересіздер результаттарын. Сөйтіп, 2 парақшаны алып салыстырамыз. Мысалға, бүйтіп алып қараймын мен. Мысалға, мына жерде ескі УЗИларыңыз, жаңа УЗИларыңыз тастарына қараймын. Егер 1,5 сантиметрден 1,4 болмаса 1,3 сантиметрге қысқарған болса, онда бұл точно терапия жақсы кетіп жатыр, және тастар точно холестериновый, енді терапияны жалғастыра берсе болады, тасыңыз ерейді деген сөз. Енді осы видеомен түсінікті болды деп ойлаймын. Егер жеке консультацияма жазылғыңыз келсе, астында сілтемеде менің номер телефоным бар, соған WhatsApp-ма жазсаңыздар болады, консультация алғым келіп деп. Ал егер осы видео сізге қызық болған болса, лайк басып каналға келіп, комментарий жазып кетіңіз. Сіздер болғанмен дәрігер Бағдат Сейітқазыұлы, сау болыңыз.